Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Біздің YouTube арнамызда абайдың қара сөздерінен бөлек басқа да әдебиетке қатысты, өнерге қатысты, білімге қатысты, жалпы философияға қатысты біраз ойлармен бөлісіп тұрамыз деп алдында уәде берген болатынбыз. Бұл видеоның тақырыбы ол Асан Қайғының құйрығы жоқ, жалы жоқ атты өлеңі. Өлеңде Асан Қайғы өзі өте шағын, қысқа өлең, небары 8 жолдан тұратын. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер деген сұрақ қояды. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер дейді. Енді құйрығы қысқа, жалы жылқымен салыстырмалы түрде өте қысқа, құлан қайтып күн көрер деп тұр. Бірақ құландар өліп қалып жатқан жоқ, күн көріп жатыр дегенді білдіреді бұл жерде. Екіншісі, аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер дейді. Жыланның да шын мәнінде физикалық тұрғыдан шектеулі, бауырмен жорғалайды, аяқ қолы жоқ. Бірақ сонда да ол күнін көруге өз күнін өзі көріп жатыр, өзінің жаңағыдай ұмтылысымен, өзінің алға қарай. Енді кішкентай жыланды білеміз, жерден тұрып өрмелеп ағаш арқылы сонау үлкен құздың басына дейін шығады. Бұл жерде енді образды түрде беріп тұрғаннан кейін ар жағында адам тұр. Адамдарда да мүмкіндік бірдей болмауы мүмкін. Жылқы сияқты емес, құлан сияқты жалын қысқа, құйрығың қысқа болуы мүмкін. Немесе жылан сияқты мүмкіндігің аз, қол аяғың байлаулы болуы мүмкін. Бірақ соған қарамастан құлан да, жылан да өзінің нәпақасын тауып, өзі еңбектеніп өрмелеп жатыр. Абай айтады ғой, биік мансап, биік жартас, ерінбей еңбектеп жылан да шығады. Мысалы, жылан ерінбей еңбектеніп шығады. Асан Қайғы осы мақсатта айтып тұр. Ары қарай шыбын шықса жаз болып, таздар қайтып күн көреді. Шын мәнінде тікелей мағынасында таз адам, шашы жоқ, шыбын шығады жазда, не істейді? Басым таз екен деп далаға шықпай қоя ма? Жоқ, басына жаңағыдай бас киімін киіп далаға шығып еңбектенеді. Таз екендігіне қарап тұрмайды. Ерке Есмаханның әнінде де айтпай ма? Мейлі таз болса да, ақшасы аз болса да, ер жігіттің көркі оймен сана. Сол ойына, санасына сүйеніп, басын таздығына қарамай, оған бір комплекс ұстанбай, ары қарай еңбектенеді дейді. Жалаң аяқ балапан қаздары қайтып күн көреді дейді. Енді қаздарды, балапанды білеміз, күзгі уақыт болсын, қыс түсіп жатқан кезде өте тоңады, суық болады, бірақ соған қарамастан бұлар да өз күнін көріп жатыр дейді. Түбі осы жан жануарларды, жалпы адамды мысал түрде сипаттап тұрып, әр жағында жалпы адамға бір мотивация береді, қамшылайды. Біздің де мүмкіндігіміз бірдей емес, біздің де шыққан ортамыз бірдей емес, алған біліміміз бірдей емес, өмірде жинаған тәжірибеміз бірдей емес. Бірақ соған қарамастан біз де осы жан жануарлар сияқты бүкіл әлемдегі сол жан жануарлардың өзінен тіпті ғибрат алып, алға қарай ұмтылуымыз керек, еңбектенуіміз керек. Өзіміздің кемшілігімізді көрсетпеуге тырысуымыз керек, немесе сол кемшілікті артықшылық ретінде қолдануға тырысуымыз керек дейді. Бұл жерде бір параллель жасауға болады, ол инклюзивті мәдениет, инклюзивті қоғам құруға байланысты. Шын мәнінде қазіргі уақытта көптеген заңнамалық өзгерістер жасалып жатыр. Инклюзивті азаматтар, мысалы, қол аяғы жағынан қысқа, немесе сөйлеу қиын азаматтарға да ары қарай талпынып өтуге болады. Біз енді ондай мысалдарды өте көп білеміз. Паралимпиадашылар қаншама алтын медаль алып жүрген, одан бөлек басқа да суретшілер түрлі, Ник Вуйчичті айтуға болады. Ештеңеге қарамастан ары қарай ұмтылып, қол аяғы сау, қол аяғы балғадай, ақыл есі дұрыс адамнан да көп еңбектеніп, ұмтылыстың арқасында көп нәтижеге жеткен. Тіпті енді паралимпиада бұл жерде үлкен парадокс. Спорттың өзінен жақсы нәтиже көрсетіп жатқан оқиғалар, дәлелдер өте көп. Бұл жерде Асан Қайғы түбі адам баласына айтады, ары қарай ұмтыла беру керек, өзінің кемшілігіне қарамай адам ешқашан ішкі жан қуатын, қайратын, іштегі жалынын сөндірмеу керек деп айтады. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.